Ағымдағы жылдың екінші тоқсанында Екібастұз қаласында тіл саясатын жетілдіру бойынша жұмыс тобының мүшелері 6 сауда үйлеріндегі көрнекілік ақпараттың тіл туралы заңына сәйкестігін тексерген. Жұмыс тобының мүшелері заңға қайшы келетін бірқатар жайттарды анықтаған. Тексеріс барысында УАК гамма сауда үйлерінің көрнекілік ақпараты екі тілде рәсімделген туралы айтып өту керек. Камила сауда үйінде тіл туралы заңнама тек екінші қабатта орналасқан Сулпак электроника дүкенінде толық заңға сәйкес рәсімделген. Ал бірінші қабатындағы көлемді көрнекілік ақпарат заңға сәйкес орналасқанымен, сөрелердегі тауарлардың баға көрсеткіштері ресми тілде жазылған. Үшінші қабатта көрнекілік ақпараттың басым бөлігі тек ресми тілде рәсімделген. Сарыарқа сауда үйінде көрнекілік ақпарат басым екі тілде рәсімделген. Тек қана ет сататын жақта жарнамалар орыс тілінде. Ситимол және Сенім сауда үйлерінде тексеріс кезінде көрнекілік ақпарат көбінесе ресми тілде рәсімделгені анықталды. Мысалы, Сенім сауда үйінде балық бутигі, сантехника және балық аулауға арналған бутиктерде көрнекілік ақпарат тек қана орыс тілінде рәсімделген болса, Ситимол сауда үйінде тігін салонында, кәсіби косметика, әйелдер киімі бутиктерінде заңға қайшылық байқалды. Осылайша баяндамашы шаһар басшысынан Камила, Ситимол, Сенім сауда үйлерінің әкімшіліктеріне заңмен бекітілген мерзімде анықталған кемшіліктерді жою жөнінде қатаң тапсырма беруді сұрады. Ал аталып өтілген сауда орталықтары бүгін ертең бұл олқылықтарды түзетуге тағы да уәде етті. Ал Екібастұз қаласының құрметті азаматы Жеңіс Шанаққызы елбасының жолдауын тілге тиек етіп, 2020 жылда біздің өңір таза қазақша сөйлей қоймайтынын айтып налыды. Өйткені бүгінгі күні ірі кәсіпорындардағы мемлекеттік тілге көшу мәселесі әлі күнге дейін ақсаңдап тұр. Жиналғандар әсіресе Майкөбен-Вест серіктестігінің мәселесіне шүйлікті. Знать государственный язык, наверное, руководство так считает, потому что кроме первого руководителя отдела кадров, зав. Канцелярии, настроены плохо. Мы приходим не агрессивно, мы дружелюбно, начинаем просить, и нам сразу же говорят, мы и то, мы АО. Ну и что же? На территории страны секта Чайтанов должны даже выполнять законы республики. И говорят, нам не говорили, нам не приказали, а кто должен говорить? В первую очередь должен знать отдел кадров и канцелярия. Мекемеде болды, ондай кемшіліктер бар, оны мойындаймыз, бірақ та бар күш-жігерімізді енді жұмсап, ондай кемшіліктерді жою тырысып отырмыз. Мен ойлаймын, өте қысқа мерзімде сондай кемшіліктерді жойып тастаймыз деп ойлаймын. Шығыс кенішіндегі жағдайда мәз емес, мұнда әлі күнге дейін іс-қағаздар ресми түрде жүргізіледі және көрнекілік стендтардың барлығы орысша жазылған. Бұнымен қоса қызметкерлерге дәріс беретін қазақ тілі кабинетінің жоқтығы бас айтылды отырыста. Осыдан 4 жыл бұрын тексерістегі жағдай көші әлі түзелмей тұрғанын айтып, Жеңіс Шанаққызы қала әкімінен қатаң шара қолданып, айыппұл салып жазалауды сұрады. Алайда Шығыс кенішінен келген арнайы өкіл барлық кемшіліктерді жоюға және қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында ауқымды жұмыс жасайтындығына уәде етті. Ал Қайрат Теміршотұлы тамыз айының 1-не дейінгі мерзімде түгел кемшіліктер жойылу керектігін қадап айтты. Алайда тіл саясатын одан әрі жетілдіру жұмыс тобының мүшелері Болат Нұржанов атындағы МАЕС-1 серіктестігінің жұмысын ауыз толтырып айтып берді. Бұнда қазақ тілі кабинеті бөлек орналасқаны былай тұрсын, кабинет компьютерлермен керекті оқулықтармен жабдықталған. Биылғы тексеріс кезінде комиссияға сабақтың жүргізу барысы таныстырылды. Біз барғанда сабақ жүріп жатыр екен. Мемлекеттік тілден сабақ беретін Қуанышбек Оразбекұлы деген мұғалім біздің көңілімізден шықты, өте ширақ, сондай жұмысына пысық, алғыр бала екен. Сол мұғалімнің де жақсы таңдалғанына біз өте қуаныштымыз. Сонымен қатар тіл үйренуші өзге ұлт өкілдерінің ішінен ауыз екі тілді білетін, сол сабаққа қатысып отырған станцияның мамандарымен біз өзім сұхбаттастым, басқа комиссияға қатысушыларды сұхбаттасты. Олардың жалпы тілді білу деңгейіне риза болып көңілімізден шықты. Станцияда көрнекі ақпараттар екі тілде заңға сәйкес рәсімделуде. Кіріс-шығыс құжаттары да талапқа сай, тек бұйрықтардың қазақша нұсқасының бірінші тұруы қажеттігі ескертілді.
Мемлекеттік тілде жарық көретін басылымдарға жаздыртудың жақсы жүріп жатқанына көзіміз жетті. Келесі жылға мемлекеттік тілді жетілдіру басылымдарға жазылу мақсатына 1 миллионнан астам теңге жоспарланған екен. Айтарлықтай ескерту жоқ бұл станцияға. Тілге тиек етілген тағы бір мәселе қаламыздағы нөмірі 1-ші емхана. Бұл мекемеде де арнайы жабдықталған кабинет жоқ. Қазіргі уақытта 267 қызметкердің 42 азаматы мемлекеттік тілді үйрену курсына қатысады. Алайда жұмыс тобының мүшелері қазақ тілінің қаншалықты сапалы жүргізіліп жатқанын анықтай алмаған. Өйткені аудармашы кезекті еңбек демалысында болған. Арнайы жабдықталған кабинет жоқ. Кабинет бір кішкентай ғана кабинетке кіргізді, осында аудармашы отырады. Ол заңгермен бірге отырады екен. Кабинет ешқандай материалды да қамтамасыз етілген, эстетикалық түрде өте көңіл толтырмайды. Газеттердің бәрі столдың үстінде шашылып жатыр. Методикалық әдебиеттер өте аз. Какое-то помещение подыщем для отдельного кабинета. Ну, в данном направлении будут все замечания, которые были высказаны, я думаю, мы устраним, и все замечания будут выполнены. Осылайша кемшіліктерді жоюға 1 ай көлемінде уақыт берілді. Тіл саясатын одан әрі жетілдіру жұмыс тобының мүшелері ескертулер мен қойылған талаптарға ата талып өтілген сауда орындары мен кәсіпорындар көңіл аударып түзетулер енгізеді деген үмітте тарасты.